Сәлеметсіздер, көрермендер. Бүгінгі тыңдайтын кеңестеріңіз ол күйік жайлы және күйіктің түрлері туралы болмақшы. Егер де осы ақпаратым сіздерге пайдалы болады деп ойласаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписаться белгісін басып, подписки бөлімінде болыңыздар. Бұл күйіктің 4 түрі бар. Бірінші дәрежеде жағдайында не болмаса қолыңызды шәйнекке батырып аласыз, не болмаса сорпаға батырып аласыз, не болмаса буға күйдіріп аласыз. Крышкасын ашып жатып, қақпағын кастрюльдің ашып жатқан кезде қолыңызды бір бу шалып кету, өзіңіз деген бір нашар сезініп қалуыңыз мүмкін. Қолды ана ағып жатқан жылы су бар ғой, краннан ағып жатырған жылы су болсын, не болмаса далада тұрған, үйіңіздің ішінде тұрған шелектегі су болсын, соның үстіне под проточной водой дейді, мына үстінен су құю арқылы күйікті ішке енгізбейсіз. Сол арқылы сіздің күйігіңіз тоқтап қалады. Қолыңызды шығарып, не болмаса күйген жеріңізді шығарып, үстін таза дәкемен орап, не болмаса басып, медициналық мекемеге дейін жетсеңіз болады. Екінші дәрежелі күйік болған кезде адам терісінің бетіне көпіршік бір тері қабық пайда болады. Жылы суға дәкені батырып алып, бетіне ғана салып, міндетті түрде медициналық мекемелерге баруыңыз керексіз. Енді үшінші, күйікті алған кезде адам, ол кезде мына күйген адамның терісі бір пайыздық көлемі үлкенірек болады ол кезде. Екінші дәрежеден 4-ші дәрежеге дейінгі күйіктердің барлығын медициналық мекемелерде ғана емдеп, жазуға, қалпына келтіруге болады. Ішінде неше түрлі тамырлар өтеді. Ол тамырлардың бәрі жүрекпен, бауырмен, бүйрекпен, мына асқазанымызбен, миымен бәрі сәйкес. Адамның бір жеріне зақым келсе, ол басқа органдарға да әсер етеді. Қызметі төмендей бастайды, нашарлай бастайды. Бірақ енді мен адамның өзіне көмек берген жағдайдағы қана ол кезде бұндай процестерден жақсы өтіп кетеді. Күйіктің 4-ші түрі, күйік шалған жердің пайыздық көлемін азайту мақсатында басқа денесінің күймеген жерлерінен терілер алынып, оның сол бағана күйген жерлерін жалғап теріні қалыптастыру амалдарын қарастырады. Күйікті айтқан уақытта мен тағы да бір неміс өнімін айтып кеткенді жөн көріп отырмын. Ол неміс компаниясының скорая помощь, яғни алғашқы жәрдем, алғашқы көмек деген наборы. Бұл набор осындай. Күйік шалған адамға өте көмек береді. Спрей сеуіп, себетін, бұл деген аузын ашып себеді, және жеңіл себіледі. Себеді, бұның құрамында 12 шөптің тұнбасы бар. Күйік шалған адамға көмек береді. Құрамында прополисі бар крем. Бұл кремнің құрамында 79% алоэ бар. Өте бұл да жаққаннан кейін тез сіңіп, адамның денесіне өзінің әсерін береді. Үшінші өнім, бұл деген гель концентрат. Бұл гель концентрат, ол 90%-лық гель концентрат. Менің өмірімде өзімнің өте жақсы орын алып қалды. Себебі бұлардың барлығын, осы үшеуін универсальный күнделікті тұрмыстық жағдайда да қолдана берсе болады. Мысалы, тұрмыстық жағдайда үйде қолыңызды кесіп алсаңыз, құлап қалса, балалар жарақат алса, не болмаса балалардың тамағы ауырған жағдайда мына спрейді тамағына шашса болады. Бұл уақытта Россия Федерациясының барлық дәріханаларында сатылып жатыр. Дәрігерлердің рецептісі арқылы осындай жағдайларға, күйік шалған немесе жарақат алған адамдардың барлықтарына, немесе тамағы ауырған адамдарға барлығына дәрігер рецептісі арқылы беріліп жатыр. Сіздерге ақпарат қажетті болып, көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және подписчик бөлімінде маған подписчик болсаңыздар болады. Егер подписчик бөлімінде болсаңыздар, міндетті түрде менің шығарған кішкентай ғана ақпаратымды сіздер өздеріңіз бірінші көресіздер. Сау болыңыздар.